Hello, I'm Missy Shanat. Welcome to my channel. Сіздермен бүгін осы English Language кітабы Activity Book 3 сынып бойынша осы 7-ші бөлімнің осы 7-8 сабақтарын өтеміз. Ол бізде 81-82-ші беттер екен. Мынау exercise number 1-ға мұқият қараңыздар. Мен сіздерге мына осы бөлімде кітабында өткен сөздерді қойып қойдым. Өйткені мынау тапсырмаларды сол бойынша жасаймыз. Енді қараңыздар. My favorite оқып жүрейік. Look, read and write. Қара, оқы және де жаз дейді. Find the stickers. Кітаптың арқасында стикер болады. Соны мынау жерлерге жабыстыратын боласыздар. Ол мысалға қараңыздар. Мына жерде қай сөз шығады, соның суретін мына жерге жабыстырасыздар стикер. Енді қараңыз. Мысалға бірінші жол бізде 4 сөз екен. Одан кейін мына и әрпінде мындай үтір бар. Ол бізде қай сөз? Cafe деген сөз, иә? Енді мына жерде оқып, бірінші аударайық. My favorite street менің сүйіктім бай Нұрлан мен Нұрланнан. My favorite street is Park Street. Менің сүйіктім ол парк көшесі, иә? It's a busy street. Яғни ол адамға толы көше дейді. Көп адам жүреді екен ішінде. There are a lot of houses. Мұнда не бар дейді? Жаңағыдай үйлер көп және де shops, дүкендер бар осы Park Street. Shops in Park Street. Осы Park Street'те үйлер және де дүкендер көп екен. There is a cafe. Мұнда не бар дейді? Кафе бар. It's next to a жанында деген, next to жанында деген сөз. Ненің жанында біз анықтауымыз керек. Ол бізде неге ұқсап тұр? Мынау әріптерді санаңыздар да, сосын мына жерге басыңдар. Яғни неге ұқсап тұр? Осыны тоқтатып қойыңыздар да, одан кейін комментарийға жауаптарын жазып кетіңіздер, мен міндетті түрде тексеретін боламын. Ол бізде book shop шығады. Я соған жазамыз. Book shop мына қараңыздар. Қайсы екен? Мынау. Book shop. Book shop. Кітап дүкені деген сөз. Осы стикер тауып арқасынан осы жерге жабыстырасыздар. Яғни, мұнда не бар дейді? Кафе бар дейді, жанында не бар дейді? Кітап дүкені бар екен. There is a, енді мынау бізде қай сөз ұқсап тұр? Супермаркет деген сөз ұқсап тұр. There is a supermarket, мұнда супермаркет бар дейді. Міне, супермаркет деген сөз мынау. Жазамыз. Supermarket. Yeah. Supermarket. I go to Park Street by bus. Мен осы парк көшесіне автобуспен барамын. There is a toy shop. Міне, toy shop. Ойыншық дүкеніне барамын дейді. Яғни ойыншық дүкені бар дейді. Енді жазамыз toy shop. In front of the алдында, жанында, алдында дейді. In front of the, мынау бізде пошта. Post office. Post office. Post office. Деп жазамыз. Яғни мына сөз. Жазасыздар, мына сөзді post office. Пошта. Яғни әнді дейді. Pet shop. Бұл бізде мынау зоодүкен. Жан-жануарлар дүкеніне ұқсап тұр. Сол себепті жазамыз. Мынау. Pet shop. Pet shop. Міне, pet shop next to it. Жанында дейді. Жалпылама аударайын. There is a toy shop. Мұнда не бар дейді? Ойыншық дүкені бар. Поштаның алдында және де жанында не бар екен? Осы жануарлар зоодүкені бар екен. Жалпылама осыны стикерлерін жабыстырасыздар. Бұл бізде 7-ші сабақ, келесі 8-ші сабақта өтеміз. 8-ші сабақта бұл математика дейді. Мына жерде біз exercise number 1 қарайықшы. Look and complete. Қара және де толықтыр. Бұл жерде бізге не деп жатыр екен? Мысалға, есептейміз сандарды. Қараңыздар, мысалға, мынау бізде 10 ба? 10, 15, 20. Енді не байқап тұрсыздар? Бәріне 5-ден қосылып жатыр. 105. 10, 15, 20, мына жерде 25 деп санды жазамыз. 25, 30 дұрыс па? Енді қараңыз. Мынау 39, 37. Не байқап тұрсыз? Азайып бар жатыр. 2 екеуіне.
-2 дейміз. Сонда 37-ден 2-ді тапсырсаңыз 35 болады. 35-тен 3 тапсырсаңыз 2-ні тапсырсаңыз 33, мына жерде 31 болады. Дұрыс қой. Мына жерге қараңыз, 78, 83. Не байқап тұрсыздар? 5, -5 азайып жатыр, я? -5 азайып жатыр. Бәрінен азайтамыз. 83, қосылып жатыр, я? 78 қосылып жатыр екен. 78, 83, 83-ге 5 қоссаңыз, қанша болады? 88 болады, дұрыс па? 88-ге тағы 5-ті қосыңызшы, қанша болады? 93 болады. 93, 93-ге 5-ті қоссаңыз, 98 болады, дұрыс. Енді қараңыз, мына жерде нені байқап тұрмыз? 49, 52. Енді бұл жерде 49, 50, 51, 52. 103 қосылып жатыр, сонда 43, мына жерде 46, мына жерде 49, 52, мына жерде 55 деген сан. Енді соңғысын қарап жеріңіздер. 59, 59, 55 дейді. Бұл жерде азайып жатыр. 55, 56, 57, -4-ке азайып жатыр. Енді 59. 59-ға 4 қосып жіберейік бірінші. 59, 60, 63 болады, дұрыс па? 63, 63-тен аламыз 4-ті 59, 59-дан аламыз 4-ті 55, 55-тен 4 алсаңыз 51, 51-ден 4 алсаңыз 40. Міне, жалпылама түсінікті болды деп ойлаймын бұл. Енді exercise number 2 дейді. Color, бүйдеді, не дейді? Color the odd numbers red. Odd дегеніміз бұл бізде тақсандар, тақсандарды қызыл түске боя дейді. Color the even numbers дегеніміз бұл бізде жұпсандар. Even дегеніміз жұпсандар. Оны жасыл түске боя дейді. Red and green. Енді қараңыздар, мына жерде қай жер бояйсыздар? Мына орталық аппақ болып тұр ғой, осы жерді бояйтын боламыз. Сандарды, я? Бірінші әріпін жазып кетемін сіздерге. Р немесе Г деп жазып кетемін. Қараңыздар. Немесе қазақша жазып кетейін, сіздерге түсінікті. Қараңыздар, мынау бізде 10 деген сан. Бұл бізде жұп сан ба, тақ сан ба? Қараңыздар. Бұл бізде жұп сан. 2-ге 2-ні қосаңыз 4, 4-ге 2-ні қосаңыз 6, жұп сандар. Жұп сандар. Жұп болса, бізде қандай түседі ол бізде? Жұп сан бізде жасыл түседі. Ж деп жазып кетемін. Ж бұл бізде қандай деген сөз? Жасыл. Енді мынау бізде тақсан бізде қызыл. Осылай қ деп кетемін, ол бізде қызыл. Шатасып қалмаңыздар деп жазып жатырмын. Мысалға мынау 20 бізде жұпсан. Сол себепті жұпсан болғандықтан Ж деп жазамын. Жасыл деген сөз. Жасыл түске, мынаны жасыл түске бояйсыздар. Мынау бізде тақсан, бұны қызыл түске бояйсыздар. 30 бізде жұпсан жасыл түске бояйсыздар. 39 тақсан қызыл түске бояйсыздар. 37 тақсан қызыл түс. 35 тақсан қызыл, 33-те тақсан қызыл түске бояйсыз, 31-де тақсан қызыл түске бояйсыздар. 78 жұпсан жасыл түс. 83 тақсан қызыл түс. 88 жұпсан жасыл түс. 93 тақсан қызыл түс. 98 жұпсан, себепті жасыл түске бояйсыздар. 43 бізде тақсан қызыл түс. 46 бізде жұпсан, Ж деген жасыл түске бояйсыздар. 49 бізде тақсан, сол себепті қызыл түске бояйсыздар. 52 бізде жұпсан жасыл түске бояйсыздар. 55 тақсан қызыл түске бояйсыздар. Одан кейін 63 деген тақсан қызыл түс. 59 бізде тақсан қызыл түс. 55-де қызыл түс. 51 тақсан қызыл түс. 47-де тақсан түске бояйсыздар. Жалпылама осы түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздермен осы 7-ші, 8-ші аяқтадық. Келесі жолы осы 9-шы бөліммен Model Check 7 деген бар ғой, қайталау тапсырмалары. Осы бөлім бойынша, 7-ші бөлім бойынша сол сабақты салатын боламын өтіп. Арнамнан алыстамаңыз, және де менің арнама тіркеліңіз, лайк басыңыз, пікір жазып кетіңіздер. Сосын қандай да бір сұрақтарыңыз болса, астына жазып кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беремін. Жалпылама осы.
our lesson is over. Goodbye.